Бауырымызға деген не деген қошемет мынау, Рахмет. Иә, ендеше Абдулла ағай, қош келдіңіз. Аллаға сансыз шүкір, бүгінгі кешті көру нәсіп еткен екен. Ендеше қуаныштой құтты болсын. Мынау өзіңіз тәрбиелеп, қазығы мен шыжығын қатар кешкен ұл қыздарыңыз. Бұл күндері бірі сіздің жолды қуып, бірі халыққа аянбай еңбек етіп, осы елге, ағайынға, туысқа, туған жеріне қызмет етіп жүрген мінекей сондай түлектеріңіз бар. Сіздер бақыттысыздар. Алла жағынан жиындырсын. Құрмет қошемет бізден, ақ тілек сіздерден болсын. Мархабат. Рахмет команда жолда сөз бергеніңізге. Мен айтайын дегенім, Құда қаласа, мынау 85 жылы бітірген сыныптар. Мен бұл классқа 4-ші класстан бастап біздің жетекші болдым. Бастау сыныпта мен келіншегім оқыған. Енді мынау сәйкестік қарағанда. Міне үлкен азамат болыватыр. Елдің алдында Құда қаласа әр қайсысы өздерінің мамандығын таңдап алып, жақсы қызметте жүр. Астана бар, Алматы бар, соның барлығында абыройын атқара бердіңдер. Ол үшін, атқару үшін білім керек, одан кейін денсаулық керек. Мен айтар едім, бірінші денсаулық. Денсаулық болса, қалғаны жайлап болады. Рахмет, сыйлап, құрметтеп, бізді қонақ қыласыздар. Мен қуаныштым. Ендері сау болсын, бала шағалар көп болып, осындай кездесудің 50 жылдықта да нәсіп етсін. Құда қаласа ойнап жүре беріңіздер. Құрметті шәкірттер, мені бүгінгі күні қатты толқып тұрмыз. Керемет. Бүгінгі күні ұстаз болғаныма қатты марқайып тұрмын. Міне жаңа сіздер кіріп келе жатсыздар. Керемет жұптарыңызбенен мінекей класстастар. Тамаша, жақсы көңіл күйдеміз. Мына Алла нәсіп етті бізге. Осындай шәкірттеріміздің ортасында 40 жылдан кейін кездесуге бұйырыпты. Бұған да шүкіршілік жасаймыз. Міне адам өмірге келгенде ата-ананың да еш азамат ата-ананы таңдамайды екен. Алла қосады. Ата-ананы Алла береді сіздерге. Және класстастарды да таңдай алмайды екен. Өйткені сіздерді оны да Алла қосып жатыр. 1 жылда өмірге келдіңіздер, ата-аналарыңыз өмірге келді. Сөйтіп бір мектепте сыныптас болдыңыздар. Міне бұл да Алланың нәсіп еткені деп түсінеміз. Керемет, жақсы. Міне сіздер, мен 1977 жылы педколледжді бітіріп, Мұхтар Әуезов мектебіне алғаш қадам басып ұстаз болдым. Сіздердің арқаларыңызда жаңағы бар нәрсені Алла бұйырады дейді ғой. Бір класс толық болып 42 балаға жетсе, 2-ге бөлінетін. Бір ай мен пионер вожатый болдым. Содан 2 классқа 3-ші класс бөлінетін болды деді. Бірінші сыныпта оқытпадым мен сіздерді. Сөйтіп 2 классқа бөлінетін болды дағы, мені мектеп директоры таңдады, 2-ші бөлінетін класты сен оқытасың деп. Мені ең бірінші мені ұстаз атандырған шәкірттерім бұлар. Керемет, жаңа есіме түсті. Сіздердің арқаларыңызда мен ұстаз атандым. Апай деген сөзді иелендім. Апай деген. Міне керемет кішкентай ғана балапан едіңдер. Бүгін үлкен азамат. Біздің ізімізді қуып келе жатқан міне 40 жылдан кейін кездесіп отырмыз ғой. Керемет, барлықтарың маман иесі болдыңдар, отбасын құрдыңдар, мамандықты да жақсылап таңдап алдыңдар. Міне барлықтарыңа азаннан бері куә болып отырмыз. Керемет, жақсы жағдайдасыздар деп ойлаймын. Бұдан да кейін жаңағы 50 жылдық кездесулерге аман есен, осындай ұйымшылдықтарменен қатыса берулеріңізге тілектеспін. Бала шағаларыңыз, отбасыларыңыз барлығы аман болсын. Сіздердің бала шағаларыңызға да тура осындай жақсы күндер жұғысты болсын дейміз. Керемет,
толқып тұрмын енді, бір жақсы демалыста отырмыз. Сіздер өздеріңіз, сіздер деп айта берейін енді. Мына отырысты жақсылап өткізсеңіздер де болады, бізде ыңғайсыздандық енді. Елден ерекше болып, оншен шәкірттердің ортасында отыру ыңғайсыз шығар деп. Бірақ қазір келгеніме қатты қуанып тұрмын. Жақсы, керемет. Біз үшін бұл жақсы бір демалыс болады. Сәттілік, жақсы, барлығы аман болсын, қуаныш күндерің көп болсын. Бәрекелді. Я, қазір соған не қылыңыздар менден де. Біз ортамызда ұстаздар бар ма? Бір қол көтеріп қояйыншы ұстаздар, Біреу. Бәрекелді. Рахмет. Мына кезінде ағай мен апай сонша оқы дегенде шыны керек бітеп, чек көріп, несі бар екенін өзі білсе болды емес пе дедік қой, Өзі білсе болды ғой, не қылады деп жүрдік қой. Бірақ десе де ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің дегендей, ұстазыңның да қадірін ұстаз болғанда білерсің. Енді құрметті лағатыл ұстаздар, Әбділла ағай және Зәуре апай, сіздерге осы түлектеріңіздің арнайы сый-сияпаттары бар екен. Жаңа келмегей қалғанда дейміз, айрып болғандыңызды келмегенде. Қошеметтеп қойыңыздар. Тағиясы бар ма? Шода бірдеңіз көріп. Бұны арнайы Сәкен оқушыңыз Америкадан әкеліп сізге чекпек болып жүрсіздер. Бұл асылой жігіт болсын деп Кім әкелген? Сәкен. Бір тұрып қойшы орыңыздан. Бәрекелді қошеметтеп қойыңыз. Бұл жолда жаңа Америка деп қой, Америкадан келген ма? Деймі, жарым, мощный. Бір естерке сүйріп кетсе болайық, төртеу. Негізі жалпы осы шапандар сіздерге құрдастардың, түлектеріңіздің атынан. Иә. Ана үстіңіздегі шешпеңіз кәкірас кандерден қорғайды сізді. Рахмет. Енді оларға ұстаздарымыздан дастарханның басына, жақсылардың қасына жайластырайық, қуаныш тойларыңыз құтты болсын, қуанышты күндеріңіз көп болсын. Қошеметтеп қояйық ұстаздарға. Рахмет. Анында құрметті жастар мінекей, бүгінгі кереметтей 40 жыл. Вау. Мынаңыз танитындар бар ма? Таңыздан бір қошеметтеп қояйық. Жақсылардың басынан жайғасайық, орын алайық. Мына бүгінгі 40 жылдық кездесу тойымыздың томағасын түрді ұстаздарымыз. Алла тілектерін қабыл етсін. Енді мына сіздер дастархан басына жайғасыңыздар, жайласыңыздар. Мен
Sizlerдің құрметтеріңізге әуелетіп өздерінің жүрекжарды әннен арнап келген. Кешегі бабаныңызын жалғап келген өнерпаз ұлдарыңызды шақырайын, бір қошеметтеп қойыңыздар. Ортада Сұлтан ұлдарыңыз бенен Бақытжан ұлдарыңыз. Келе ғой Сұлтан. Рахмет. Енді мынау құрметті бүгінгі кеш қонақтары. Сіздердің құрметтеріңізге арнайлап сіздердің жолды берсін. Бүгінгі Түркістан облысы, Түркістан қаласында қазақ өнерінде ойы болар орны бар. Жігіттің болған сұлтаны орта жүз Құрбан атаның ұрпағы. Сұлтан мен Бақытжанға бір қошеметтеп қойыңыздар. Gelin. Sizlere. Енді мынандай бүгінгі күн сіздер үшін. Бүгінгі дастархан сіздердің бірін-біріңізге деген құрметтеріңіз үшін. Жұмыла көтерген жүк-жеңілді, алысты жақынды шет елдерден, өзіміздің қалалардан, аудандардан арнайылап бүгінгі кешке
уақытын бөліп келген осында құрдастарымыз қош келдіңіздер. Қымбатты ағайын, қымбатты достар, қуанышты тойларыңыз тағы құтты болсын. Біз енді Түркістанда кішігірім акция болып жатыр. Bir тамада шақырсақ екінші тегін келеді деп. Бейшара тегін келіпті ғой деп маған да бір шапалақ ұрып қойсаңыздар мәз болып қаламыз. Жүрелі, Қызылорда жаңа құрған Кендебеде деген жердің тумасымыз. Есімі Бақытжан, Жәтінейдің Қоңырат киікшінің ұрпағынан тараған. Бүгін енді бұйырса сіздердің қуаныштарыңызға бардың арды салуға келіп отырмыз. Кеш тағы көңілді болсын, қымбатты ағайын, той қаласын. Алақандай жүрекке, алатаудай ақ тілектерін сыйласып келіп отырған, бүгін мінекей тайғұлындай кебіскен, бір нандулар бөліскен барша құрдастар, сыныптас, замандас достарға рахмет. 40 жылды бір кісідей атсалысып бөліскен, айналаңды таспен емес, доспен қала, досыңды көрсет меселі кім екеніңді айтам деп, қол бастаса қалқан, белгі сызса бедел, айбаны асқақ, қадірлер меймандардан тамаша ақ тілек. Ал қымбатты достар, ортаға енді арнайы Ташкенттен келіп отырған Гүлжан ханымға бір қол соғып қошемет көрсетейік. Және де Астанадан келіп отырған Асылхан ағамызды сахнаға шақырамыз, ағайынды мол қызыққа батырамыз. Жібер маэстро, билет, бүгінге настроениемен ортаға Қуаныштарыңыз құтты болсын. Тамаша керемет, 40-тың бірін Қыдыр, 1000-ның бірін Уәли дейді.